қойшы колбастан неме? Басқаша айтыңыз ничего. Басқаны айтайын ба? Ой, ең бір телевидениеге тұрғанда съемкаға барып ет комбинатына. Сөзін жадуым керек қой, сонда анау ет тартқыштан шығып жатқан шұжықты, мынау шығып келе жатқан Таллин шұжығы деп сөз жаздырып қойған. Сол бір күлкілі жағдай болған, мына шығып келе жатқан Таллин шұжығы деп. Біз әкем екеуміз газет шығарғанда біздің бірінші бетке қаланың мерейлі мересімен деген тақырып шыққан. Солда біраз дау тудырған. Сөйлемейтін адамдар болады, бұл өте журналистке өте қиын болады. Оны сөйлету үшін сен кереметсіз, ой сіз жұлдыз болып шығасыз, қазір керемет болып шығасыз деп алдаймыз. Гонорар берем деп қызықтыру керек. Подводканы қалай түсіндіресің? Подводка деген мен естуімше әйелдердің помадасының бір бөлігі сияқты емес пе? Жоқ, басқаша. Кликбейт деген не? Кликбейт деген әлгі майын шығарып бір жақсы хабарды, жақсы рекламаны, жақсы жарнаманы бере беру. Мен газетте жұмыс істеген жоқпын. Сен телевидениеде істеп көрдің ғой. Қиындық болмайды деп ойлаймын. Мен үшін кадрда тұру қиын болушы еді. Ой, сен кереметсің. Сенің хабарың керемет деген сөздер саған ауадай қажет, мәз боласың соған. Мен әкемнен естіген строкомер деген сөз маған қызықты, ол қазір кездеспейді ғой, ондай құралдар. Даудамай, айқай болып атқан жерлерге барғанда, сен микрофоныңды ұстап репортаж жүргізесің. Ол бір ерлік сияқты. Қорықпай, үрікпей, кез келген жерден репортаж жасауға болады. Бізде заводтың мұржасынан біз фото түсіріп, сол жерден хабар бердік. Алдымызда адамдар болды, аудандық газеттің редакторы болды, журналист, жас жігіт. Мен соған қарап, мен журналист болғым келді. Әкем Ғалымбек Жұматовқа қарап, журналист болғым келді. Менің әкем журналист емес, конечно. Басқа біреулерге қараймын. Біздің үй осы енді. Келіп тұрмыз. Келіп тұрам. Күшті болып кетті, мен танымай қалдым.